Сәлем достар. Арнамызға қош келдіңіздер. Алдағы бірнеше минутта бізбен бірге болыңыздар. Достар, бүгінгі видеом бір сайтқа арналмақшы. Ол сайт, яғни таныстырмас бұрын, көрсетпес бұрын, ол сайт өлеңдердің аудармасы туралы сайт. Яғни ол жерде кез келген тілден кез келген тілге өлең аудару мүмкін. Яғни болады аударуға. Осы 2 ай болды ол сайтта жұмыс істеп жатқаныма, яғни аудармалармен айналысып жатқаныма. Осыға дейін өлең аударған емеспін. Жаңа айтқандай, осы 2 айдың ішінде шамамен 290 өлеңдей аудардым. Яғни арасында басқа тілдерден бар, яғни қазақшадан орысшаға, ағылшыншадан қазақшаға дегендей. Сол сайтпен таныстыра кетсем сіздерді. Ол үшін Google-ға кіреміз, немесе тікелей де кірсек болады ол сайтқа. Lyrics Translate.com деген сайт. Мінекей, ашамыз. Яғни аудармалар сайты, атап өткеніміздей. Бұл жерде байқап отқандарыңыздай беті ағылшынша. Жалпы парақтың оң жақ бұрышында тілдер каталогы бар. Бұл жерде қазақ тілін осы сайтқа енгізген едік. Яғни алдында бір бауырымыз аударыпты, кейін мен кішкене 1-2 сөздерін түзеп, қазақ тілін осы сайтқа енгіздік. Мінекей, аудармалар, сұранымдар, фразалар, қоғамдастық тілдер бойынша іздеуді, яғни көмек. Қарасаңыздар, міне, өте жақсы сайт. Facebook сайтының стилінде чат бар. Яғни кез келген пайдаланушымен, қолданушымен осы жерде сөйлесе аласыз, сұхбат құра аласыз. Мінекей, мен өз бетімді ашқан едім, бұл сайтқа тіркелген едім. Осы бетімді ашсам. Мінекей, сурет қоя аласыз, мінекей, ұпай жинайсыз. Неше түрлі алқалар тағынсаңыз болады. Мінекей, мына жерде байқасаңыз сайтта 295 аударма, 17 сұраныс шешілді, 8 адам көмектесті, 255 алғыс алды дейді. Ана тілі, қазақ тілі, орысша, қырғызша, еркін меңгерген дейді, түркше, ағылшынша үйренуде дейді. Яғни мінекей, мына жерде байқасаңыздар аудармалар. Достар, бұны мен не айтқым келіп тұр? Яғни кімнің аударуға деген ынтасы, жалпы аудару қабілеті бар болса, осы сайтқа кіріп аударсаңыздар болады. Немесе жай ғана өлеңдерді көріп, өлеңдердің мәтінін табу үшін, тағы да басқа өзіңізге қажетті нәрселер үшін осы сайтқа кіріп тапсаңыздар болады. Мысалы, мен бетіме кіріп, парақшама кіріп, өлеңдерім, аудармаларыма алғыс айтсаңыздар болады, дауыс берсеңіздер болады. Яғни көптеген мүмкіндіктеріңіз бар. Жаңа достар табуға деген мүмкіндік бар. Жалпы осындай бір жақсы сайтпен таныстырғым келген еді. Менің өзім шынымды айтсам, бұл сайтқа алғаш келгенде қазақша бір 5 өлеңдей болды. Оның біреуі әнұранымыз болса, біреуі Арнау дуэтінің өлеңі, одан кейін Үркер тобының өлеңі. Шыны керек, бұл жерде қазақ тілінің ахуалы өте жыланышты болды, аянышты болды.
Енді әйтеуір Құдай қолдап осы сайтқа жолығып ұшырасып дейміз енді. Осындай аудармалар жасаған едік. Жалпы кез келген бір өлеңнің мәтінін іздесеңіздер осы сайттан тапсаңыздар болады. Тағы не десе болады. Жалпы мен осы сайттар сіздерге ұсынамын. Сол үшін де осы видеоны жасау осы себептен болды. Сол достар, соны айтқым келген еді. Жалпы сіздерге бір пайдалы бір мәлімет болсын деген оймен осы видеоны жасап отқан жайым бар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет достар. Келесі бейнеде жүздескенше аман сау болыңыздар.